Баршаларыңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге тағы да мен қолөнер арнасы. Бүгін сіздерге тағы да бір ерекше сөмкенің жасалу жолын көрсеткім келіп отыр. Бұл менің арнамдағы 5-ші сөмкенің тоқылу жолы екен. Барлығы өте бір-біріне ұқсайды, бірақ кейбір жерлері ғана өзгеше. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бізге қажет заттар 6 мм ақ және қара түсті моншақтар және де 0,5 мм лескаменен жұмыс жасаймыз. Және қайшы. Ал енді сөмкемізді тоқуға кірісеміз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше тіп кесіп аламыз дағы. Осында қара түстісінен 4 моншақ өткізетін боламыз. Мінекей өткіздік. Енді осыны екі басын бірдей қылып ұстап, моншағымызды төмен қарай итереміз. Мінекей. Енді осында мына тұрған моншаққа крючок жасайтын боламыз. Мінекей крючок жасадық. Енді мына екінші басын осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінекей, сонда бізде осындай ромбик пайда болды. Енді қараңыздар, мына арада мына тұрған крючокты мына моншақтың ортасына қарай тартып кіргізіп жібереміз. Сонда біздің моншағымыз жылжымай өз-өзін қатты ұстап тұратын болады. Енді осында мына тұрған бір лескамызға 2 моншақ өткіземіз және екінші жағына 1 моншақ өткіземіз. Енді қараңыздар, мына 2 моншақ тұрған жақты крючок жасайтын боламыз. Мына соңғы моншаққа крючок жасаймыз. Және екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ортасынан өткіземіз. Мінекей қараңыздар, сонда бізде тағы да бір ромбик пайда болды. Міне, мына крючокты ортасына тартып кіргізіп жібереміз. Тағы біреуін тоқып көрсетейін. Мына тұрған лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Енді екінші жағына 1 моншақ өткіземіз. 2 моншақ тұрған жақты крючок жасаймыз. Мына екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінекей. Қараңыздар, енді ары қарай дәл осылай 20 қатар тоқып шығатын боламыз. Мінекей қыздар, қараңыздар, біз 19 қатар тоқыдық. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Себебі 20-шы қатар ол бұрылатын жер болып саналады. Сол жерді сіздерге көрсетейін. Осында қараңыздар, мына бір лескамызға 3 моншақты өткіземіз. Және соңғысына крючок жасаймыз. Мінекей. Мына соңғы моншаққа крючок жасаймыз. Мына екінші лескамызды осында өткіземіз. Мінекей, сонда біз бұрылдық. Енді келесі қатарға көшу үшін тағы да қараңыздар, мына лескамызға тағы 3 моншақты өткіземіз.
тек бұрылған кезде ғана 3 моншақ қолданамыз, ал енді былай 2 моншақтан тоқитын боламыз. Мінекей крючок жасаймыз. Енді қараңыздар, мына лескамызды мына жәндегі моншақтан өткіземіз. Енді осындай 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасаймыз. Енді дәл осылай ары қарай 31 қатар тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, біз әлі аяқтаған жоқпыз, себебі бізде мына жерде лескамыз таусылып қалды. Соны қалай бекітеміз, соны көрсетейін. Мына жәндегі моншақтан өткіземіз екеуінде. Және мына лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Қараңыздар, мына лескамызды осы жаңағы шыққан лескамыздың үстіне қоямыз да, қайтадан кері қарай өткіземіз. Сонда бізде крючок жасап, мына лескамызды тартып алатын боламыз. Дәл осылай ары қарай барлығын жасап шығатын боласыздар. Мына лескамыз таусылғанға дейін. Мінекей қараңыздар, біз лескамызды бекітіп болдық, енді оны қалай жалғаймыз. Қараңыздар, мына лескамызды 2 моншақтан өткіземіз. Мінекей, и все болды. Дәл осылай ары қарай жалғастырып, 31 қатар тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, қараңыздар, біз 31 қатар тоқып шықтық. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Мінекей 31 қатар тоқып болдық. Бұлай қарай 20 қатар, бұлай қарай 31 қатар. Енді осыны қараңыздар. 2-ге бүктейміз. Қараңыздар, мына жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5. Мына 5 моншақты аламыздағы бұлай бүктейміз. Бұл 5 моншақ біздің сөмкеміздің табаны болып есептеледі. Енді мына тұрған 2 моншақтан лескамызды өткіземіз. Екі басын бірдей қылып ұстаймыз дағы. Осында енді 2 моншақ өткіземіз. Мына тұрған үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Мінекей өткіздік және крючок жасаймыз. Енді қараңыздар, мына тұрған астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Енді мына лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасаймыз. Мінекей, дәл осылай астыңғы 5 қатарды тоқып шығатын боламыз. Мінекей 2 қатар тоқыдық, енді 3 қатарды тоқимыз. Сонда 5 қатар болады. Мінекей қыздар, қараңыздар, біз 5 қатарды тоқып болдық. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей. Мына 5-ші. Енді қараңыздар, мына лескамызды мінекей мына жәндегі моншақтан өткіземіз. Және енді осында 1 моншақ өткіземіз. Крючок жасаймыз. Мінекей бекітеміз. Қараңыздар. Енді дәл осылай
барлығын тоқып шығатын боламыз. Тағы кішкене көрсетіп жіберейін. Мінекей астында 5 қатар болады. Дәл осылай тоқимыз. Енді қараңыздар. Мына лескамызды мына жәндегі моншақтан өткіземіз. Мінекей. Енді осында 2 моншақ өткізетін боламыз. Мінекей қараңыздар, барлығы өте түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазып сұрасаңыздар болады. Сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Мінекей қараңыздар. Барлығын дәл осылай тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, қараңыздар, біз барлығын тоқып болдық. 2 шетті де іші осылай көрінеді. Мінекей 2 шеті де осылай әдемі болып шықты. Енді қараңыздар, біз осында ручкасын тоқитын боламыз. Ол үшін лескамызды кесіп аламыз, өзімізге керегінше. Және де мына шетіндегі қараңыздар. Мына шетіндегі мына 3 моншақтан, мінекей мына 3 моншақтан лескамызды өткіземіз. Мінекей өткіземіз. 2 басын бірдей қылып ұстап, осында 1 моншақ өткіземіз. Және крючок жасаймыз. Мінекей. Енді қараңыздар. Мына лескамызды мына жоғары қарап тұрған моншақтан өткіземіз. Мына екінші жағында дәл солай өткіземіз. Енді осында тағы да 1 моншақ өткізетін боламыз. Крючок жасаймыз. Мінекей енді моншағымызды бекітетін боламыз. Мінекей қараңыздар, бізде мына арада 4 моншақ тұр. Жоғары жаққа қараған кезде де 4 моншақ. Мінекей. Енді осында 3 ақ моншақ өткіземіз. Біз ручкасын ақпенен тоқитын боламыз. Мінекей өткізді. Енді осында соңғысына крючок жасаймыз. Қатты тартып жұмыс жасаңыздар. Сонда сөмкеміз әдемі тоқылатын болады. Енді мына шетіндегі моншақтан өткіземіз. Астыңғы лескамызды өткіземіз. Және осында енді 2 моншақ тоқимыз. Мінекей, әр тоқыған сайын мына астыңғы лескамызды мына астыңғы моншақтан өткізіп отыратын боламыз. Мінекей, енді осында тағы да 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Енді қараңыздар. Бізде мына арада 2 моншақтан тоқыдық. Енді мұнда 1 моншақтан тоқимыз. Мына лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Және жоғары қарап тұрған шетіндегі моншақтан өткіземіз. Және осында енді 1 моншақ өткіземіз.
крючок жасап бекітеміз. Мінекей, бірінші қатарды тоқып болдық, енді екінші қатарда тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Осында 3 моншақ өткіземіз. Бастапқы кезде ғана 3 моншақ, одан кейін уже 2 моншақпен тоқимыз. Мінекей, астыңғы лескамызды мына моншақтан өткіземіз астыңғы. Және осында 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасаймыз. Мінекей, барлығы өте түсінікті деп ойлаймын. Мына тұрған лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп, үстіңгі лескаға 2 моншақ өткіземіз. Мінекей, соңғы бекітетін жерде астыңғы моншақтан және шетіндегі моншақтан өткіземіз. Және осында 1 моншақ өткіземіз. Сонымен қатарымызды бекітетін боламыз. Мінекей, қараңыздар. Мінекей қыздар, дәл осылай мына шетті де және мына шетті де тоқып екеуін ортаға қарай жинайтын боламыз. Мінекей қыздар, 2 шетті де тоқып болдық. Енді біз мына ручкамызды екеуін бір-біріне жалғайтын боламыз. Ол үшін мына лескамызға 1 моншақ өткіземіз және мынаусына да 1 моншақ өткіземіз. Енді мына тұрған моншақтан лескамызды өткіземіз және енді мына тұрған лескамызды крючок жасайтын боламыз. Мінекей, екеуін қатты етіп бекітеміз. Мінекей. Енді мына лескамызды мына моншақтан өткіземіз. Мына жақты да өткіземіз. Енді осында мына біреусіне 1 моншақ өткіземіз. Себебі бізде мына арада 1 моншақ жеткіліксіз. Крючок жасап, бұны да бекітеміз. Мінекей, енді мына астыңғы моншақтан өткіземіз, мына араны да өткіземіз. Енді осында тағы да 1 моншақ өткіземіз. Крючок жасап, бұны да бекітеміз. Мінекей қыздар, қараңыздар. Енді дәл осылай мына лескамыз таусылғанға дейін арасына осылай өткізіп, бекітіп шығатын боламыз. Соңында артық қалған жерін кесіп тастасаңыздар болады. Міне қыздар, біз сөмкеміздің ручкасын тоқып болдық. Енді біз нарада алдына жабатын жерін істейтін боламыз. Мінекей, лескамызды кесіп аламыздағы мына 2 моншақты аттап кетіп, мына 3-ші моншақтан бастап тоқимыз. Осында 3 ақ моншақты өткіземіз. Себебі біз жабатын жерінде ақпенен тоқитын боламыз. Мінекей. Крючок жасап, осылай бекітеміз. Біз бұл жабатын жерін 4 бұрышты қылмаймыз, 3 бұрышты етіп тоқитын боламыз. Оны қазір сіздерге көрсететін боламын. Мінекей, осы қатарды тоқып шығамыз. Астыңғы моншақтан өткіземіз. Және осында 2 моншақ өткізіп,
әдеттегідей етіп тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, біз тоқып болдық. Нарадан бұрылатын жерін көрсетейін сіздерге. Осында 2 моншақ өткіземіз астыңғы лескамызға. Және крючок жасап бекітеміз. Мінекей. Сонда бізде ана шетінен 2 моншақ, мына шетінен 2 моншақ қалдырып тоқимыз. Енді қараңыздар. Мына лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Мінекей былай өткіземіз. Және мына лескамызды мына моншақтан өткіземіз. Енді мына моншақтан мінекей. Дәл осылай етіп жасаңыздар. Мінекей. Себебі біз бұл сөмкеміздің жабатын жерін 3 бұрышты етіп тоқимыз. Сол үшін мына келесі қатарға көштік. Енді осында 3 моншақ өткіземіз. Дәл осылай барлығын тоқып шығатын боламыз. 3 бұрышты етіп. Мінекей қыздар, біз сөмкемізді тоқып бітіп қалдық. Бірақ нарада жабатын жерінде ілетін жерін жасаймыз. Қараңыздар, енді осында бір үлкендеу моншақты бекітеміз. Осындай моншақты алып, осында бекітеміз. Ол үшін лескамызды аламыз. Ортасын тауып аламыз. Қай жерге орналастыратынызды тауып аласыздар. Және де сол моншақтан лескамызды өткіземіз. Мінекей. Өткіздік. Енді осында үлкен моншағымызды өткіземіз. Және астындағы қара моншағымызға крючок жасаймыз. Және мына лескамызды осында өткіземіз. Крючокты тартамыз, моншақтың ортасына қарай кіргізіп жібереміз. Мінекей, енді осыны лескамызды таусылғанға дейін моншақтардың арасынан өткізіп жіберіп, бекітіп шығатын боламыз. Сонда біздің моншағымыз өз-өзін қатты ұстап тұратын болады. Мінекей қыздар, біз бекітіп болдық. Енді біз нарада осы моншаққа ілетінді жасаймыз. Енді қараңыздар, осында ақ моншақтан өзімізге қажет мөлшерде жасап аламыз. Мінекей. Енді қараңыздар, осында біз тағы крючок жасаймыз. Мына моншаққа крючок жасаймыз. Және мына лескамызды осында өткіземіз. Мінекей. Бұны да дәл жаңағыдай етіп, моншақтардың арасына кіргізіп жіберіп, бекітіп шығатын боламыз. Мінекей қыздар, біз сөмкемізді толығымен тоқып болдық. Қараңыздар, өте әдемі шыққан. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.